Баршаңызға сәлем. Бүгін каналда біздің қарастыратын тақырыбымыз жылу қозғалтқышы, жылу қозғалтқышының пайдалы әрекет коэффициенті деп аталады. Жалпы жылу қозғалтқышы дегеніміз не? Яғни ол отынның ішкі энергиясын механикалық энергияға түрлендіретін құрылған, және ол термодинамиканың заңдарына бағынады. Термодинамиканың бірінші заңын қарастырған кезінде біз әрқашан айтатын едік. Яғни жылу әрқашан қызған денеден суық денеге беріледі. Дәл осыны келесі суреттен қарастырып өтейік. Яғни пеште қандайда бір отын жағылып отыр. Бұл жерде ағаш жағылады және бетінде тұрған ыдыста белгілі бір сұйық, яғни су орналасқан. Беті поршымен жабылған. Біраз уақыт өткен кейін отын жанған кезінде пайда болатын энергияның, яғни жылу мөлшерінің арқасында судың ішкі энергиясы артып, нәтижесінде цилиндрді көтере алатындай бізде күш пайда болады екен. Дәл осы принциппен жылу қозғалтқышы да жұмыс жасайды екен. Енді жылу қозғалтқышы қанша элементтен тұрады деген сұраққа жауап берейік. Ол қыздырғыш, жұмыс денесі және суытқыштан тұрады. Қыздырғыш ретінде отын жанған кезінде пайда болатын жылуды немесе ішкі энергияны айтуымызға болады екен. Қыздырғышқа берілген жылу мөлшерін біз Q1 деп аламыз, және оның өлшем бірлігі джоуль. Жұмыс денесі ретінде бұл жерде газ және бу жұмыс атқарады екен. Атқарылған жұмысты біз А әрпімен белгілейміз. Ал суытқышқа берілген, яғни тоңазытқышқа берілетін жылу мөлшерін біз Q2 деп алайық. Екеуінің айырымы бізге пайдалы жұмыстың мәнін береді екен, яғни Q1 азайтылған Q2. Енді біз жылу қозғалтқыштың пайдалы әрекет коэффициентіне тоқталайық. Яғни ол қозғалтқыштың бір циклде атқаратын жалпы жұмысының сол циклде газға берілетін жылу мөлшеріне қатынасын айтады. Ал енді осыны жазып көрейік. Пайдалы әрекет коэффициентін біз былай белгілейміз, және менің айтып өткенімізде Q1 азайтылған Q2 бөлінген Q1 көбейтеміз қанша пайызға екен? 100%-ға. Бұл формуланы 1 деп алайық. Енді екінші формуламыз бізде пайдалы жұмысымыз дегеніміз, яғни қыздырғышқа берілген жылу мөлшері мен суытқыш алған жылу мөлшерінің азайтындысына тең екен. Олай болса, екінші формуланы бірге апарып қоятын болсақ, бізде келесі формула пайда болады екен. А бөлінген Q1. Міне осы формула бойынша бізде жоғарыда соған анықтама берді. Көбейтеміз қанша пайызға? 100%-ға екен. Бұл формуланы біз 3 деп аламыз. Пайдалы әрекет коэффициентіміз ешқашан 100%-ға тең болмайды екен. Немесе бірге тең болуы мүмкін емес екен. Себебі пайдалы жұмысымыз әрқашан толық жұмыстан не болып келеткен? Аз болады екен. Сондықтан да осыны ескеруіміз қажет. Пайдалы әрекет коэффициентіміз қазіргі таңда да 100%-ға тең емес. Жылу қозғалтқыштардың енді түрлеріне тоқталайық. Жалпы олар қандай түрлері бар екен? Қазіргі таңда бұрыннан келе жатқан бізде бу машинасы. Бу машинасының жалпы моделі бізде көрсетілген, және оны біз тепловоз, паровоз деп аталатын көліктерде қолданады екенбіз. Келесі газ турбинасы, бу турбинасы дейді. Бұлар бізде жылу электр станциясында қолданады екенбіз. Мысалы, мына сіздердің алдарыңызда бу турбинасының жалпы суреті берілген. Қалай жұмыс жасайтындығын атап өтейік. Яғни отын жанады, отын жанған кезінде бу қазандықтарында су қайнайды. Судың қайнау температурасын біз білеміз қанша градус? 100 градус. Бұл жерде жоғары қысымда ұстайтын болсақ, су 100 градустан да жоғары температурада тұрады екен. Және оны төмен қарай айдап алып шыққан кезінде насоспен, нәтижесінде оның қысымын азайтқан жағдайда 100 градусқа жеткен буымыз өзінен өзі бұл жерде бізге бу береді екен. Бу турбинасы айналған кезінде онымен байланысқан электр генераторы да қозғалысқа келеді. Нәтижесінде бізде не пайда етеміз? Электр энергиясын. Демектен бұны біз жылу электр станциясында қолданамыз. Енді қарап отырсаңыздар, бу өзі белгілі бір жұмыс атқарып болғаннан кейін ол температурасын төмендетіп, қайтадан неге айнала бастайды екен? Суға айнала бастайды екен. Және оны насоспен айдай отырып, қайтадан біз бу қазандығына алып келеді екенбіз. Қарап отырсаңыздар, сол бір су қайта-қайта ауысып отырады. Неге сырттан су алмасқа деген сұрақ туындауы мүмкін? Себебі біз білеміз, мысалы, суды қайнатып ішкен кезінде ішкі бөлікте, мысалы, шайнектің ішкі бөлігінде минералдардан, яғни арнайы
не қалады? Қақтар қалады. Ал бұл қақ есесіне қайнау температурасына үлкен әсерін тигізеді екен. Сондықтан да сол бір суды олар біраз уақытқа дейін қолданады екен. Осыны ұмытпаңыздар. Келесі, бұл бу турбинасы жөнінде айтып өттік. Енді келесі бізде іштен жану қозғалтқышы. Іштен жану қозғалтқышы бұл барлық автокөліктердің негізгі жүрегі десек те болады. Біз білеміз, 8-ші сыныптан келе жатқанда ол бірінші тактіден тұрады, яғни 4 тактіден. Біріншісі бізде сору деп аталады. Екінші бөлігінде сорған кезінде, яғни насостың көмегімен, бензин насостың көмегімен белгілі бір, яғни отынның мөлшерін біз не істеткеніміз сорып алады екенбіз. Келесі, ары қарай оны біз сығамыз. Сол сығу барысында бұл бізде сорылып алып келген сұйық, яғни жанармайымыз сығылудың нәтижесінде жана бастайды. Және жанған кезінде белгілі бір газ пайда болады. Осы газ мына цилиндрді төмен қарай итереді, яғни сору, сығу, одан кейінгісі жұмыстық жүріс пайда болады, яғни цилиндр төмен қарай итерген кезінде. Соңда қалып кеткен артық қалдықтар, яғни жанбай қалған бөліктер артқы бөліктен, яғни шыға бастайды. Оны біз сыртқа шығару деп атаймыз. Демек те іштен жану қозғалтқышы осындай 4 тактіден тұрады. Негізгі автокөліктерде, жұмыс жасайтын көліктерде цилиндрлердің саны 4-тен кем болмау керек. 4 немесе одан да көп. Неғұрлым жылдамдығы үлкен болған сайын, немесе автокөліктің мөлшері, яғни үлкен болған сайын, мысалы, бұл кезде ішіндегі цилиндрлердің саны де көбейе бастайды. Келесі, дизельді қозғалтқыш дейді. Мына бізде дизельді қозғалтқыштың несі, нобасы беріліп тұр. Моделі. Бұл жерде нобайы. Дизельді қозғалтқыштарды біз үлкен автокөліктерде, мысалы КАМАЗ немесе тракторларды қолданады екенбіз. Осы ғалымның құрметіне қойылған өнертапқыш дизельдің құрметіне және жоғарғы үлкен көліктерді ғана біз не істеткенбіз қолданамыз. Және соңғысы бізде реактивті қозғалтқыш деп аталады. Реактивті қозғалтқыштарда қарап отырсаңыздар, компрессор, одан кейінсі бізде жану камерасы, турбинаның несі бөліктер және вентилятор болады екен. Бұл жерде жану камерасында бізде отын жанған кезінде артқы бөліктен газ сығылып арнайы сопладан шыққан кезінде реактивті қозғалтқыштың негізделіп бізде зымырандар немесе реактивті ұшақтар алға қарай үлкен жылдамдыққа ие болып ұша бастайды екен. Енді қазіргі таңда жылу қозғалтқыштардың ішіне келетін болсақ, ең үлкен пайдалы әрекет коэффициентіне әрине бізде реактивті қозғалтқыштар ие. Бірақ та олардың да пайдалы әрекет коэффициенті 50%-ға жетпеді. Ең максималды бізде қазіргі таңда 45-47%-ға дейін жеткен жағдайымыз бар. Ал қалғандардың беретін пайыздары одан төмендеу. Келесі, жалпы осы 19 ғасырда жылу қозғалтқыштардың көмегімен жұмыс жасайтын көліктердің саны артқандықтан да бізде пайдалы әрекет коэффициентіне өте қатты көңіл аударыла бастады. Соның нәтижесінде бізде 19 ғасырда француз физигі Сади Карно жылу қозғалтқыштардың теориялық ең жоғарғы тиімділігін сипаттайтын циклды ұсынады. Карно циклы бұл идеалды керемет цикл, онда үйкеліске, жылу шығындарына мән бермейді. Яғни бұл бізде теориялық жолмен дәлелденген цикл. Бұл циклде қозғалтқыштың пайдалы әрекет коэффициенті тек қана ыстық пен судың резервуарларындағы температураларға ғана тәуелді. Карноның қорытындысы бойынша ешқандай нақты қозғалтқыш, яғни бұл максималды пайдалы әрекет коэффициентіне жете алмайды. Бірақ бұл теориялық цикл техникалық жетілдіру мен тиімділікті арттырудың негізгі нұсқау ретінде саналады. Мынау бізде ұсынған Карно циклы ол екі изотермадан және екі адиабатадан тұрады екен. Яғни олар бізде қайсы болып саналады? Қарап отырсаңыздар, мына 1, 4 және 2, 3 дегеніміз бізде изотерма, 1 мен 2 және 3 пен 4 ол бізде не болады екен? Адиабаталардан. Осындай тұйық циклды біз Карно цикл деп атаймыз. Тек қана
ыстық пен суық резервуарлардың температурасына ғана тәуелді. Карнот цикл бойынша идеал жағдайда пайдалы әрекет коэффициенті Т1 азайтылған Т2 бөлінген Т1 көбейтілген 100%-бен анықталу керек. Т1 дегеніміз не бұл? Қыздырғыштың температурасы, Т2 дегеніміз бұл жерде суытқыштың температурасы. Пайдалы әрекет коэффициенті Сади Карнотның өзінің есептеу бойынша қазіргі таңда нақтыдан айырмашылық бар. Идеал жағдайда жылу қозғалтқышы 61-62% беру қажет деді. Онда да қандай жағдайда екендігін айтып өтейік. Жалпы жылу қозғалтқышының пайдалы әрекет коэффициентін арттырудың ол екі жолын қарастырған. Біріншісі, қыздырғыш температурасын жоғарылату дейді. Яғни біз қыздырғыштың температурасын арттыратын болсақ, ал немен салыстырғанда суытқыштың температурасымен, онда пайдалы әрекет коэффициентіміз бізде ұлғаяды. Бірақ бұған не кедергі болуы мүмкін? Неге 61-62%-бен тоқтады деген сұрақтарыңыз мүмкін. Себебі үлкен, яғни шексіз температураға дейін біз қыздыра алмайды екенбіз. Себебі оған шыдайтын металдар бізде жоқ қазіргі таңда. Мысалы, ол белгілі бір резервуарда пайдаланады ғой, ол темірден жасалған немесе металдан жасалған металдардың температурасы, балқу температурасы әлдеқайда төмен. Бізде қазіргі ең үлкен температурамыз, мысалы, металдардың ішінде бұл вольфрам, ол 3330 градустың өзінде балқып кетеді екен. Екіншісі ұсынғаны бұл суытқыштың температурасын төмендету дейді. Ал бізде суытқыштың температурасын төмендету абсолют 0 кельвинге дейін бізді нақты жағдайда жасау мүмкін емес екен. Сондықтан да Сади Карнотның өзінің есептеу бойынша идеал жылу қозғалтқышының пайдалы әрекет коэффициенті 60%-дан асу керек деді. Бірақ нақты жағдайда қазір біз оған да жетпей тұрмыз. Алдағы уақытта осы техникалық жетілдіруді жүзеге асырсақ, жетіп қалуымыз мүмкін екен. Енді жылу қозғалтқыштары және қоршаған ортаның ластануы туралы не айтуымызға болады? Қарап отырсаңыздар, бүгінгі сабақтан барлығымыз білдік, яғни барлық автокөлік болсын, яғни паровоз, тепловоз, поездар, немесе заводтарда жылу электр станцияларын барлығын жұмыс істеу принципі ол жылу қозғалтқыштарына тәуелді екен. Нәтижесінде орасан зор біз өзіміздің атмосферамызға ластануды туғызады екенбіз. Атап айтқанда, қандай ластануды туғызып жатырмыз деуіміз мүмкін. Мысалы, қазіргі таңда барлық елдердің атмосфераға шығаратын көміршғыл газының қосынды мөлшері жылына 30 миллиард тоннадан асады екен. Сонымен қатар біз өте көп нені қолданамыз? Оттекті. Мысалы, 5 сағат ұшақ ұшқан жағдайдың өзінде бізде 45 тонна оттекті пайдаланады екен, немесе оттекті жеп қояды десек те болады. Сондықтан да өсімдіктердің шығарған оттегімен және біздің қолданатын оттегінің екеуінің арасында баланс сақталмаған, яғни тепе-теңдік сақталмаған. Және сонымен қатар қазіргі таңда өте көп жер бізге қажет болғанына байланысты біз көбінде ағаштарды кесудеміз. Міне осы зияндылықтардың барлығы бізге неге алып келеді деген сұраққа жауап берейік. Яғни түтіндер жоғарғы атмосферада жинақтала отырып, және бұл яғни көміршғыл газдары қара түсті болғандықтан да инфрақызыл сәулелерді, яғни күннен келген өзіне қатты жұтудың нәтижесінде бізде жылыжай эффектісі пайда болып отыр бізде атмосферада. Нәтижесінде ол бізде неге алып келеді? Яғни ауа райының бұзылуына, қыс мезгілі мен жаз мезгілдеріндегі температураның өзгерісі, сонымен қатар мұздықтардың Антарктидадағы еруіне алып келеді екен. Бұл өз кезегіне орасан судың жерді басуына да алып келуі мүмкін екен. Осының барлығын қазіргі таңда біз ескеруіміз қажет. Сонымен қатар қалдықтардың барлығын біз суға немесе жерге көмудің нәтижесінде де біз жерді және суды ластап жатыр екенбіз. Қазіргі таңда енді бұдан қандай шығудың жолдары бар деген ой қалыптасу мүмкін. Мына жерде мен сіздерге бір сурет алып келдім. Қазіргі таңда осы 2023-2024 жылдарда бізде үлкен сұранысқа ие болып жатқан бізде электрокар немесе электрик-драйв дейді, яғни машиналар. Бұлардың пайдалы әрекет коэффициенті бізге беретін қазіргі таңда 80%-ға жеткен екен. Арнайы мен ғылыми журналда көрген кезінде көрдім. Және
бүгінгі таңда ғылым мен техникада осы жылу қозғалтқыштардың тиімділігін арттыру, отын шығынын азайтуымыз қажет. Экологиялық таза энергия көздерін қолдану бағыты қарқынды дамуда. Гибридті қозғалтқыштар, яғни сутек отынында жұмыс жасайтын қозғалтқыштар, отын элементтері сияқты жаңа технологиялар энергияны пайдаланудың заманауи, экологиялық таза әрі үнемді бағыттар болып саналады екен. Қазір таңда мына жерде мен тағы да бір суретімді қойып қойдым. Яғни бұл жерде қарап отырсаңыздар, ненің суреті? Яғни бұл жерде жел энергиясын, яғни баламалы көздер пайдалана білуіміз қажет. Немесе күн энергиясы. Бұл да неге, жерге ешқандай зиян тигізбейді. Сонымен қатар мына жерде электр энергиясын көп қолдансақ, әрине сіздер айтуларыңыз, электр энергиясын алуда біз жылу электр станциясына басқасына, яғни осының барлығын ретке келтіретін болсақ, алдағы уақытта біз ойлаймын, яғни жылыжай эффектісінен құтылып, барлығымыз жасыл жерге ие болатынымызға. Сондықтан да алдағы уақытта осы бағытта жаңа жылу қозғалтқыштарынан басқа қозғалтқыштар ойлап табуымыз қажет, яғни гибридті қозғалтқыштар ойлап табуымыз қажет деп ойлаймын. Ал енді бүгінгі сабақта бірнеше есептер шығарайық. Бұл жерде сіздерге сабақ барысында берген жоқпын осы формуланы, сондықтан да бұл сіздердің 10-шы сыныпта арнайы берілген есептер еді. Яғни ол бізде нешінші беттегі есептер еді? 231 бетте екі есеп берілген екен. Осы пайдалы әрекет коэффициентіне сіздерге формуласын түсіндіре отырып, бірге есептер шығарайық. Сонымен келесі есебіміз былай дейді. Мотороллерлердің қозғалтқышы 58 км/сағат жылдамдықта 3,31 кВт қуатты өндіреді. Егер мотороллердің бензин багында 3,2 литр бензин болса, ол қанша жол жүреді дейді. Пайдалы әрекет коэффициенті көріңіздер 20%. Енді берілген жазып көрейік осының есептің. Бұл жерде есеп алдындағы формулаға жазған формулаға сәйкес емес дедім, сондықтан да мұқият барымыз қарастырайық. 58 км/сағат болады. Мына жерде енді қуат, пайдалы қуатымыз бізде P әрпімен белгілейік, кейде N әрпімен белгілейсіздер, ол ешқандай несін бермейді. Екеуімен де белгілей берсеңіздер болады. P дегеніміз power дегеніміз, немесе N дегеніміз әрпен де белгілейміз. В көлем 3,2 литр, шатастырмаймыз, ол печатный. Және бұл жерде бензин деп тұр. Бензиннің тығыздығы көбінде кітаптары 710 кг бөлінген метр куб деп беріледі. Пайдалы әрекет коэффициенті 20%. Енді тауып алуымыз керек, біз қанша жол жүреді дейді. Осы берілген 3,2 литр бензинмен дейді. Бұл жерде халықаралық бөліктер жүйесі міндетті түрде болады. Және ол біз не істейміз? 58 км/сағатты айналдыруым керекпін. 58 км/сағатты метр секундқа айналдыру үшін мен 58-ді бөлем 3,6-ға. Сонда менде тең болады екен 16,1 метр секунд. Келесі 3,31, оның 3 дәрежесі болады, киловатт болғандықтан да. Ватт 3,2 литр дейміз, 3,2, оның минус 3 дәрежесі метр куб. Ал енді біз қандай формула қолданамыз? Ол барлығына, барлық жылу қозғалтқыштармен қозғалатын барлық көліктерге арналған формула десек те болады. Ол мынандай формулаға ие екен. Яғни пайдалы қуатты көбейтеміз уақытқа, бөлеміз отын жанғандықтан да Q көбейтілген масса отын, және көбейтеміз қанша пайызға? 100%-ға. Енді масса отынды қандай формула бойынша табамыз? Формуланы ары қарай түрлендіре берейін. Яғни P көбейту T дегеніміз бізде S-ті V-ға бөлеміз жылдамдыққа, және Q көбейтілген масса отынның орнына тығыздық көбейтілген көлемде болады. Және көбейтем қанша пайызға? 100%-ға. Осыдан маған S-ті табу керек. S-ті тапқан кезінде P көбейтеміз Q көбейтілген ρ V және жылдамдық төмен қарай түседі. Бөледі екенбіз P және көбейтеміз қанша пайызға? 100%-ға. Ал енді орнына қояйық. S тең пайдалы әрекет коэффициенті менде 20%. Енді көп жағдайда бензинде 44 немесе 46 мегаджоуль деп болады. Енді бұл жерде мен
44 мегажоуль деп ала берейін. Яғни отын жанған кезінде 1 килограмм бензин жанғанда бөлінетін жылу мөлшері. Меншікті жану жылу деп атайды. 44 оның алты дәрежесі джоуль бөлінген килограмм. Көбейтеміз 710 килограмм бөлінген метр куб. Көбейтеміз 3,2 оның минус 3 дәрежесі метр куб. Және көбейтемін 16,1 метр секундқа. Бөлем астыңғы бөлікте 3,131 оның 3 дәрежесі ватт және көбейтемін қанша пайызға? 100 пайызға. Ал енді кетті. Барлығын есептейтін болсақ. Бізде 20 көбейтілген 44, көбейтеміз 710, көбейтеміз 3,2-ге және көбейтеміз 16,1-ге. Шыққан санды бөлем 3,131-ге. Және бөлемін қаншаға? 100-ге. Немесе дәрежеге де беруге болатын еді негізінен. Сонда қарап отырсаңыздар, менде 97,250 десек болады жоқтаған кезіне. Жоқтаған кезіне 97,250 не болады екен? Дәрежесін қарайық. Оның алты дәрежесі мен оның минус 3 дәрежесі қысқарады, оның 3 дәрежесі болады. Оның 3 дәрежесі, онда мұна астында оның 3 дәрежесімен қысқарады, метр болады. Енді осыны жоқтайтын болса бізде 100 километрге тең болады екен. Негізінен дәл 100 километрге жақында болып келеді бұл жауап. Себебі кейде Q-да кейбір оқулықтарда 44-тің орнына 46 мегажоуль деп те алады. Осы жерден 46-ны алсаңыздар 100 километрге жақын болып шыға келеді. Келесі есебіміз қозғалтқыш пайдалы әрекет коэффициенті 20% реактивті ұшақ 1800 км/сағат жылдамдықпен ұшу кезінде 88,2 кН тарту күшін өндіреді. 1 сағат ұшу уақытында керосиннің шығынын және қозғалтқыштың өндіретін қуатын тап дейді. Міне берілген жазып көрейік. Берілгенде пайдалы әрекет коэффициентіміз бізде 20%-ға тең болып тұр екен. Это 20%. Келесі реактивті ұшақ 1800 км/сағат жылдамдықпен қозғалады дейді. 1800 км/сағат. Келесі 88,2 кН дегеніміз бұл F мен алам. 88,2 кН. Осы кезде Т 1 сағат ұшу уақытында керосиннің шығынын тап дейді. Яғни масса отынды табайық. Сонымен қатар өндіретін қуатын тап дейді. Яғни н табамыз. Ал кеттік. Бізде айналдыратындарымыз бар екен. Осы жерде халықаралық бүліктер жүйесінде ең алдымен 1800 км айналдырайық. Ол 1800-ді қайтадан 3/6-ға бөлем. Сонда менде тең болады екен 500 метр секунд. 500 метр секунд. Так, мұнан килоньтонда 13 дәрежесін қоса салам. Оның 3 дәрежесі ньютон. Және Т тең 1 сағат, ол 1 сағат 3600 секунд бар екендігін білеміз. Ал болды. Енді пайдалы әрекет коэффициентінің несін формуласын жазайық. Ол бағанағы алдыңғы формулаға сәйкес келеді. Ол бізде қандай еді? Яғни P тең P көбейтілген Т бөлінген Q көбейтілген масса отын және көбейтеміз қанша пайызға? 100%-ға. Енді бұл жерде бізде нені тауып алуымызға болады деген сұраққа жауап берейік. Ең алдымен масса отынды табайын десек бізде қуат жоқ екен, бірақ та қуатты тауып алуымызға болады екен. Егер де бір қалыпты қозғалған жағдайда біз P-ны табу үшін келесі формуланы қолдануымызға болады. F көбейту V. Бұл формула қуаттың формуласын тек қана бір қалыпты қозғалған кезінде ғана қолдануымызға болады. Және осы жерден P-ны табуымызға болады екен. Бірден жазайық. Яғни 88,2 оның 3 дәрежесі ньютонды көбейтемін 500 метр секундқа. Сонда оның 5 дәрежесі, яғни 0-дерді 3-ке қосып жіберем, оның 5 дәрежесі болады да 88,2-ні көбейте салам 5-ке. Сонда тең болады екен менде. P тең 441 көбейтілген оның 5 дәрежесі ватт екен. Киловаттқа айналдыратын болсақ,
оның 3 дәрежесін беруіне тура келеді. Сонда 441, оның 2 дәрежесі киловатт болады. Енді жауабымен сәйкес келтіру үшін тағы да не істеймін? Тағы да 2 орын жылжытамын. Сонда 4,141, оның 4 дәрежесі киловатт болады екен. Дәл сәйкес келіп тұр. Мына жерде көбейту жалғыз болып тұр. Енді жоғарыда формула арқылы мен тек қана нені таба салады екем? Масса отынды. Енді мына жерде маған тұрақты шамалар кестесі керек болып тұр. Яғни бізде қандай не берілген екен? Керосин дейді. Керосиндікін қарастырған кезінде Q бізде керосиндікі 46 екен. 46 мегаджоуль бөлінген килограмм дейді. Алдыңғы есепте де 44-дің орнына 46 алым керек екен. Мен басқа тұрақты шамалар кестесін аштым қазір. Сонда 46 деп жазылған екен. Сонда дәл шығатын еді жоғарыда есебіміз. Так, енді сіздер соны ескересіздер. Масса отынды табу қиын емес. Яғни пайдалы әрекет коэффициентіге орындар алмасады. П көбейтеміз Т-ға, бөлеміз Q көбейтілген бәк, және көбейтеміз қанша пайызға? 100%-ға. Енді орнына қоямыз. Яғни ол тең болады екен. 4,141 көбейтеміз оның 4 дәрежесі киловатт деп тұрған. Сондықтан да мынаны оның 7 дәрежесі деп жазам. Айналдыру үшін ватт көбейтемін 3600 дегенде 36 оның 2 дәрежесі секунд деп алайын. Және бөлеміз 46 оның 6 дәрежесі джоуль бөлінген килограмм көбейтеміз 20%-ға. Және жоғарыда менде тағы да 100% ұмытып бара жатырмын. Ал енді кеттік. Масса отынды тапқан кезінде не болады екен? Так, бірінші 4,141-ді көбейтемін 36-ға. 100-ді дәрежеге жібересіз сама деп отырмын. Немесе 100 бен 20-ны пайызды қысқартып жіберетін болсам, төбеде 5 қалады екен. Онда шыққан санды 5-ке көбейте саламын. Бөлемін 46-ға шыққан санды. Болды. Астына 20% бен 100% қысқарып кетті, сондықтан да осы басқа болмайды екен. Менде не қалды? Менде 17 бүтін 100-ден 26 шықты. Келесі дәрежесіне назар аударайық. Оның 7 дәрежесі, оның 2 дәрежесі. Ол тең болады екен, оның 9 дәрежесі. 9 дәрежесі мен оның 6 дәрежесі азайтылса, оның 3 дәрежесі қалады екен. Килограмм. Сонда жауабымен сәл ерекшелік бар екен. Менде 17,100-ден 26 тонна шықты. 26 тонна. Немесе 17,3 тонна. Енді берілгеніне сәл келіп тұр бұл жерде. Қарап отырсаңыздар. Міне осымен бүгінгі жылу қозғалтқышын пайдалы әрекет коэффициенті деп аталатын сабағымыз талқылау аяқталды. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.